де осы балықтар секілді су астында жүзе алсам ғой шіркін. Су астындағы әлемді көретін едім. Әттең, балық емеспін. Су асты әлемін көру үшін балық болу міндетті емес күшігім. Қалай сонда? Бізге бұл жағдайда сүңгуір қайық көмектеседі. Сүңгуір қайық? Қазір әкетай, мен ғаламтордан суретін іздеп көрейін. Мінекей, өзі балыққа ұқсайды екен. Иә, күшігім, су астында ұзақ уақыт жүзуге ыңғайлы болу үшін оның пішіні балық сілді болады. Сүңгуір қайық өте мықты темірден жасалады. Сондықтан оның ішіне су кірмейді. Арнайы дүрбісі де бар. Онымен су асты әлемінде тіршілік ететін неше түрлі балықтар мен маржандарды көруге болады. Досым, күшік. Марғау, тоқта, асықпа. Тоқтасаңшы. Марғау, айттым ғой саған. Тоқта деп. Неге сонша асықтың, досым? Күшік, бүгін мен достарымен балыққа барған едім. Абайсызда көзілдірігімді сол көлге түсіріп алдым. Енді не істесем болады? Алақай, таптым, мен білемін. Не ойлап таптың, досым? Айтшы тезірек. Бізге сүңгуір қайық көмектеседі. Міне, қарашы. Қазір осы сүңгуір қайықпен су астына түсіп, сенің көзілдірігіңді тауып аламыз. Алақай, көзілдірігімді тауып алатын болдым. Танысайық балалар, жаңа сөзбен бәріміз, оқу менен жазуды үйренерміз әлі біз. Алақай, біз білімді, біз ақылды боламыз. Алақай, біз бақытты боламыз. Бұл көзілдірікті анам туған күніме сыйлаған еді. Қарашы, мен су астынан мынадай әдемі тастар тауып. Бұл тастарды анама сыйлаймын. Тастар, менікі. Енді не істейміз, досым? Сенің тасыңды алып кетті ой. Марғау, досым, қане, сауысқанға ән айтып берейік. Сол кезде көңілі көтеріліп, бізге тасты қайтарып береді. Я, досым. Сауысқан-ау, сауысқан, ұшып ен алыстан, апам берген күлшені, шықып тауысқан. Сені күншілдемейін, ұзын құйрық сауысқан, менде күлше берейін, дос болайық табысқан. Жарайды, осы әндерің үшін тасты қайтарып берейін. Балалар, бүгін біз қандай көлікпен таныстық? Экскаватор ма? Сүңгуір қайық па? Әлде ұшақ па? Дұрыс айтасыңдар балалар. Сүңгуір қайық.